Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге ETSO пакет алуды көрсететін боламын. Ең алдымен Google-ға кіреміз. Google-ға кіріп, egov.kz деп жазамыз. Жазған соң бізде осындай бет ашылады. Бұл egov-тың официальный сайты. Енді біз осы жерден төменге қарай түсеміз. Төменге қарай түскен кезде бізде осы сол жағында ETSO-ны қашықтықтан алу деген бөлім шығады. Осы жерге өтеміз. Өткен соң бізде осындай бет ашылады. Келесі. Енді осы жерден оң жағында сары осылай онлайн сұрау деген бөлім тұрады. Осы бөлімге өтетін боламыз. Келесі бізде осындай бөлім ашылады. Бізге мына жерде айтып тұр, электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтықтан алу дейді. Және сіз заңды тұлғасыз ба, немесе жеке тұлғасыз ба, соны көрсететін боласыз. Жеке тұлға деп басқаннан кейін ЖСН номеріңізді тересіз. ЖСН-ді тергеннен кейін сұраныс жіберу батырмасын басамыз. Енді бізде осы жерде осы N-Slayer сіздің компьютеріңізде міндетті түрде қосылуы керек. Егер қосылмаған жағдайда мына жерде жасыл кнопка жанбайтын болады. Ал төмен жағындағы егер сіздің номеріңіз осы egov-ға тіркелген болса, тоже жанады. Және астында куәландыру құжатын таңдаңыз дегенде жеке куәлік немесе паспортты таңдайтын боласыз. Келесі ETSO-ны алуға көшуді басамыз. Енді осы жерде телефон номеріңізді жазасыз. Бұл телефон номер сізде қосылуы тұрған болуы керек. Өйткені осы көрсеткен телефон номерге сообщение келетін болады. SMS код келеді. Ал жоғарғы жағына иінді жазасыз. Осы иін номері мен телефон номері тіркелген бір-біріне қатысы болу керек. Сіз астына басқа біреудің номерін жазсаңыз, ол кезде сізге код келмей қалуы мүмкін. Сондықтан мұқият болыңыздар. Енді төменгі жағындағы получить код деген батырманы басамыз. Қазір біз осы көрсеткен номерге SMS код келеді. Соны жазамыз. Келесі бізде осы жерде камераға қарайсыз, түріңізді көрсететін боласыз. Осы жерден начать дегенді басамыз. Міне осы жерде видео проверкадан өткен боламыз. Енді келесі разрешить етеміз. Осы батырманы басамыз. Енді бізде келесі осы бет ашылады. Осыны толығымен оқып шығу керек. Төменгі жағына барамыз. Келісім береміз. Енгізу батырмасын басамыз. Кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру батырмасын басамыз. Сақтау орнын таңдайтын боласыз. Қай жерге сақтау керек?
Енді төменгі жағындағы жаңарту батырмасын басамыз. Сертификаттарды жүктеу батырмасын басамыз. Құпия сөзді жазатын боламыз осы жерге. Ағылшын әріптерімен жазу керек. Құпия сөзді үлкен әрпі және кіші әрпі, сонымен қатар сандар болуы міндетті. Құпия сөзді ұмытып қалмаңыздар, бір жерге жазып қоюларыңыз керек. Достар, бізде ECP ключ осылай сақталған болады. Осылай кілтті сәтті сақтаған боласыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Және осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің арнама жазылып, лайк басып өтіңіздер.